Сәлеметсіздер ме, торпақ белгісінде туылған жандар? Бұл сіздердің тамыз айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Осы айда ең жолы болатын везунчиктар бізде 3 мен 6 мамыр аралығында туылған жандар. Сол торпақтар именно 3 мен 6 күні туылған. Егер сіздің туған күніңіз 3, 4, 5, 6 күні болса, майдың, онда сіздер үшін өте қолайлы момент. Өйткені именно осы кезде күн планетасы сіздердің натальный күн планеталарыңызбен соединение болады. Яғни сіздер үшін осы айда возможностьтар, жаңағы мүмкіншіліктер көбірек болады. Сондықтан сіздердің жолдарыңыз болады. Осы айда ең бірінші басталатын транзит бұл ай толуы. Айдың толуы 2 тамыз күні болады, және ол сіздердің ең жоғарғы нүктеде, яғни 10-шы домдарыңызда болады. 10-шы дом бұл адамның жаңағы жұмысына байланысты, статусына байланысты, жетістіктеріне байланысты, марапаттарға байланысты сондай өте жоғарғы нүкте, адамның карьерасына байланысты. Сондықтан осы айда сіздер өздеріңіздің жаңағы үйлену туралы, немесе өздеріңіздің статустарыңызды ауыстыру, ол міндетті түрде үйлену емес, әрине өзіңіздің статусыңызды өзгерту, жетістіктерге жету, және сіздерге марапаттау мүмкін сіздерде. Бірақ та біз жаңа айтамыз, именно осы кезеңде адам кішкене эмоциональный болады деп. Осы периодта Марс планетасы сіздердің белгіде тұрған Юпитермен жақсы аспектта болады. Яғни ойлаған жұмыстарыңызды іске асыруға өте қолайлы және ыңғайлы, жағымды сәт сыйлап тұр осы аспект сіздерге. Яғни Марс планетасы бізде жаңағы әрекетке жауап берсе, Юпитер планетасы бұл мүмкіншіліктер, адамға беретін жаңағы позитивный көңіл күй болсын, ол адамға берілетін бір жаңағыдай сыйлықтар болсын, бұл жерде сіздер үшін өте жағымды аспект болайын деп тұр. Одан кейінгі келесі аспект бұл 7 мен 10 аралығында болады. Бұл напряженный аспект. Бұл Юпитер мен күн планетасының арасында квадрат болады. Яғни бұл жерде сіздердің семьяларыңызға, тұратын жеріңізге және де өзіңіздің жақындарыңызға байланысты сұрақтарды шешетін боласыздар. Мүлік мәселесіне байланысты төлемдер, налогтар болуы әбден мүмкін. Келесі аспект бұл 13 тамыз күні болады. 13 тамызда күн планетасы мен ретро Венера планетамыз екеуі қосылатын болады. Енді бұл жерде отбасыға байланысты өзгерістер, бұл 4 жылдық цикл. Жалпы ретро Венера планетасы именно осы Арыстан белгісінде күн планетасы мен 4 жылда бір рет қосылады. Енді 4 жылдан кейін Венера планетасы күн планетасымен тағы бір рет қосылады. Бірақ ол кезде ол ретро болмайды, ол директный болады. Сондықтан бұндай қосылыс 8 жылда бір рет келеді деп айтуға болады. Бұл жерде енді күн адамның өзі, адамның эгосы, адамның мені, ал Венера болса бұл адамның комфорты, адамға не жағады, не жақпайды, не ұнайды, не ұнамайды деген сияқты. Сондықтан осы кезде сіздер өзіңіздің отбасыңызға, тұратын жеріңізге байланысты өзгерістер жасауыңыз мүмкін. Сіздің қазіргі тұрып жатқан жеріңіз сіз үшін қолайсыз болуы мүмкін, соған байланысты өзгерістер жасауыңыз мүмкін. Яғни алдыңғы 4 жылда сіздерде отбасы, семья, жаңағы 4-ші домның сферасы, тұратын жер, жекеменшік мүлік, сондайға байланысты өзгерістер жасайтын боласыздар. Келесі аспект бұл 16 тамыз күні болады. Бұл кезде жаңадан ай туады. Жаңа ай туған кезде бізде жаңа энергия болады. Жаңа энергия туындайды адамда. Және жаңа ай туған кезде бізге жаңа нәрселер сыйлайды көбінесе. Енді бұл жаңа айда сіздердің 4-ші домдарыңызда туатын болады. Сіздер үшін жалпы осы айда 4-ші дом, семья мәселесі, тұратын жер мәселесі, үй мәселесі, туған жеріңіз, бұрын тұрған жеріңіз деген сияқты мәселелер өте маңызды болады. Мүмкін сіз осы кезде
өзіңіздің үйіңізге бір жаңа нәрселер алуыңыз мүмкін, үйіңізді ауыстыруыңыз мүмкін, немесе көптен көріспеген туысқандарыңызбен кездесуіңіз мүмкін. Мүмкін сіз осы кезде жаңағыдай басқа жаққа баратын болсаңыз, сол жақта тұру үшін құжаттар дайындауыңыз мүмкін, немесе жаңағы жақындарыңыздан жақсы жаңалық болуы мүмкін. Жаңа ай бойынша жақындарыңыз жаңағы балалы болуы мүмкін. Осындай бір жақсы жаңалықтар болуы мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект бізде бұл 20 тамыз күні болады. 20 тамызда Марс пен Нептун екеуі бір-біріне қарама-қарсы болады, яғни оппозицияда болады. Енді Марс бізде жаңағы әрекетке, алдыға жүру, әрекет ету, бір нәрсені жасауға, жаңағы импульсқа жауап берсе, Нептун керісінше бізде иллюзияға кіргізеді, адамға бір туманный сондай состояние береді. Негізі бұл аспект осы айдың соңына дейін сақталатын болады. Бұны напряженный аспект деп айтуымызға болады. Өйткені бұл жерде сіздердің жаңағы кез келген жасаған қадамдарыңыз, істеген нәрселеріңіз өзіңіз жаңағы дұрыс деп ойлағанымен ол кішкене қате болуы мүмкін. Жаңағы туманный сознанияда кішкене әрекет етуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан көбірек ойланыңыздар, жаңағы ожидание и реальность дейді ғой, сондай болуы әбден мүмкін. Жаңағы көбінесе өзіңіздің жақындарыңызбен пікір алмасып, солардан совет сұрап дегендей сондай әрекеттер жасағаныңыз дұрыс бұл периодта. Одан кейінгі келесі аспект бұл 24 тамыз күні болады. 24 тамыз бізде Меркурий планетамыз ретро қозғалысқа кіретін болады. Меркурийдің ретро кезінде мен әрдайым айтамын, жаңағыдай техника бұйымдарын, автомобиль, сондай гаджеттар, сондай нәрселер алмау керек. Өйткені осы кезде алған нәрселеріңіз кейін өзіңізге ұнамай қалу, немесе сынып қалу, жаңағы қайтарып беру деген сияқты мәселелер болуы мүмкін. Ретро Меркурий бұл қыркүйек айының ортасына дейін болады, және сіздердің 5-ші домдарыңызда болады. Енді 5-ші дом бұл адамның сезімдері, адамның эмоциялары, жаңағы хоббилар болуы мүмкін. Енді Меркурий ретро болғанын, Меркурий жалпы хат, хабар, жаңағыдай сообщенияларға жауап береді. Сондықтан бұрын жұмыс істеген, немесе бұрын сіз қарым-қатынаста болған адамдардан жаңағы хат-хабар алуыңыз әбден мүмкін осы кезеңде. Және де алыста тұратын балаларыңызбен кездесуіңіз мүмкін осы сәтте. Алыста тұратын үлкен балаларыңызбен, немесе алыста оқитын, басқа қалада оқитын балаларыңызбен кездесуіңіз мүмкін. Келесі аспект бізде 27 тамыз күні болады. Марс планетасы таразы белгісіне кіретін болады. Ол өзін өте жақсы сезінбейді ол жерде. Өйткені бұл Марс планетасының қарама-қарсы положениясы. Сондықтан ол жерде ол падениеда деп айтсақ болады. Және бұл жерде Марс негізі өзім мен деп қалған планеталардың бірі болғандықтан бұл жерге сіздерге кішкене қиындау болады. Басқа адамдардың ойымен, іс-әрекетімен сіздерге санасуға тура келеді осы кезде. Жалпы бұл сіздердің 6-шы домдарыңызда болады. Көп жұмыстар, суета болуы мүмкін сіздерде, бірақ бәріне үлгересіздер. Ең бастысы асықпай істеу керек. Марс бойынша кішкене асығыстық болуы мүмкін сіздерде. Тез-тез жасап тастаймын, тез-тез бітірем деген сияқты. Бірақ қатты әбігерге түспеңіздер, қатты қарбалас болмаңыздар. Уақытымен бәрі шешілетін болады. Өйткені таразы белгісі бізде өте сондай дипломатиялық, екі жақты да бірдей алып жүретін белгілердің бірі. Екі жақты салыстырып, бәр нәрсені сөйтіп барып жасайтын белгілердің бірі болғандықтан бұл жерде қатты асығыстыққа түспеңіздер. Міне достар, осы айдағы планеталардың жүрісі, қозғалысы осындай. Оны сіздерге айтып қою менің міндетім, ал оны пайдаланбау ол әр адамның өзінің қолында. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ең бастысы денсаулық екенін ұмытпаңыздар. Алдыңғы айды тек позитивпен қарсы алуларыңызға тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.